Сәлеметсіздер ме балалар, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 60-шы сабақ сөз және оның мағынасы тақырыбын жалғастыратын боламыз. Олай болса сабағымызды бастаймыз. Бірінші жаттығу мәтінді оқы. Дидар ұқыпты бала. Дидар күнде ерте тұрады. Терезені ашып, бөлмесінің ауасын тазартады. Төсегін өз жинайды. Киімі үнемі таза болып жүреді. Дидар ұқыпты, тиянақты бала. Балалар, мәтіннен мағынасы жақын сөздерді табыңдар деп бізге тапсырма берген екен. Олай болса, мәтіндегі мағынасы жақын сөздер олар ұқыпты және де тиянақты деген сөздер. Екінші жаттығу сөйлемдерді көшіріп жаз. Мақта өсімдік, сен досыңды мақта. Қой жайылып жүр, кітапты орнына қой. Жазылуы бірдей, мағыналары әртүрлі сөздердің астынсыз. Балалар, бұл жердегі жазылуы бірдей, мағыналары әртүрлі сөздер. Бірінші жолда мақта сөзі. Ол бірінші сөйлемде өсімдікті білдіріп тұрса, екінші сөйлемде ол досыңды мақта деп айтып тұр, иә? Ал екінші жолдағы, үшінші сөйлемде ол қой сөзі, төртінші сөйлемде де қой сөзі. Яғни бұл біріншісінде жаңағы үй жануарларын айтып тұрса қой деп, ал екіншісінде жаңағы етістік, яғни бізде іс әрекетті білдіріп тұр, иә, орнына қой деп. Балалар, сіздерге бұл екінші жаттығу түсінікті болды деген ойдамыз. Олай болса, үшінші жаттығуға назар аударыңыздар. Сөздердің қарсы мағыналы сыңарын тап. Бұл жерде бірінші сөз ұзын, ұзынға қарсы мағына әрине қысқа, иә? Ал күштіге қарсы мағына әлсіз, үлкенге қарсы мағына ол кіші болады, иә? Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақта берілген 3 жаттығуды да біз сіздермен орындадық. Егер де сабақ түсінікті болса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне жаза өтіңіздер. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Ал егер де каналға тіркелмеген болсаңыз, Зерек бала 2 каналына тіркеліп, колокольчик басып қоюды ұмытпаңыздар. Егер де колокольчик басып қойсаңыздар, жаңа сабақ шыққан кезде сіздерге хабарлама барып тұратын болады. Сол кезде сіздер жаңа сабақтан қалмайтын боласыздар. Олай болса балалар, келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.